Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен де бүгін кешкі асқа осындай асқабақтан тағам жасадым. Менімен бірге болыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі көкөністер, қызыл болгар қызыл бұрыштары және де қызанақ, сарымсақ міндетті түрде және де асқабақ керек болады. Мен осындай асқабақ таңдап алдым. Кішігірім осы асқабақтың жартысы жеткілікті болды. Енді сіздер де адам санына, отбасыға қарай өздеріңіз өлшемін көбейте бересіздер. Енді бізде қазір күз мезгілі болғаннан кейін асқабақтың уақыты. Осындай асқабақты таңдап алып келдім. Енді осы іші сыртын бәрін жақсылап, тазалап, жуып, турап шығасыздар. Мен бұл піскеннен кейін міндетті түрде блендерден өткіземін. Сол себепті қатты майдалап тураудың қажеті жоқ. Қараңыздар, осындай көлемде бола береді. Қазір табамызға осылай саламыз. Табамыздың астына міндетті түрде фольга қолдансаңыздар жақсы болады. Себебі қазір сарымсақ, әсіресе сарымсаққа май, қызыл бұрыш, қара бұрыш сепкен кезде ол күйіп кетуі мүмкін, жан-жақтары. Сол себепті осы фольга қолдансаңыздар жақсы болады. Ешқандай да ауа өткізбей, ауа шығармай тұру керек. Қараңыздар, осылайынан қойып, тұзымды және татымына қарай тұз, бұрышты өздерің қалауларыңызша қосып шығыңыздар. Міндетті түрде май құясыздар. Майды әсіресе сарымсақтың үстіне көптеп құйыңыздар. Барлық жерлеріне кіріп сіңіп піскен кезде сарымсақ жақсы езіліп шығады. Және де айта кетерім, кәдімгі сарымсақтан жасалған нанға да осылай сарымсақтың үстіне майды құйып, осындай фольгаға орасаңыздар, сарымсақтар езіліп дайын болып шығады. Енді осыны 200-220 градуста жарты сағат, 1 сағаттың жобасында 1 сағатқа жетпейді, 40 минутқа дейін тұрса жеткілікті болады. Енді осы арада бізді асқабақтарымыз дайын болып піскенге дейін міндетті түрде осындай сухари дайындадым, яғни кептірілген нан. Бұл нансыз тағам тәтті болады деп айта алмаймын, сол себепті міндетті түрде бірге жүреді. Мен осылай бір булка нан қолдандым, майдалап көбіктеп турап шықтым. Майдалап турап кәдімгі сухари дайындадым. Татымына қарай тұз, бұрыш, сарымсақ, міндетті түрде және паприка қолданып араластырып сухари дайындап алдым. Қараңыздар, енді міндетті түрде май қолданасыздар сухариге де. Осылай құйып отырып араластырып отырыңыздар. Барлық жеріне сіңсін мүмкіндігінше. Осы дайын тұрған сухаримізді енді бұны да пеште 20-25 минуттай пісіріп аласыздар. Қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін, мүмкіндігінше тез пісіп қалады.
Енді біздің пеште тұрған асқабақ көкөністеріміз дайын болды. Қараңыздар, осылайынан пісіп шықты. Қызанақтарымыздың өзі сырты өзі алынады. Мүмкіндігінше ләжі болса, болгар бұрыштарының да сырты алынады. Алып тастасаңыздар жақсы болады. Барлығын осындай бір ыдысқа саласыздар. Енді қараңыздар, сарымсақты осылайынан естеңіздер өзі сыртынан шығады. Сол себепті майда жақсылап ішіне құю керек деп айттым. Енді шамал бір бокал 250 миллиграмм жобасындағы бір бокал қайнаған су құйыңыздар міндетті түрде. Және де кішкене ғана бір чай қасық тұз саласыздар. Осылайынан жақсылап араластырып, бізде тағам дайын деп айтсам да болады. Мінекей қараңыздар, осындай сұйықтық болады. Кәдімгі картошкадан пюре сияқты болады. Осылайынан бетіне сухаріңізді қоясыз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.